Окей. Сонымен кеш жарық бағыттаңызға мен мына бір тестті алдым. Егер қазір бұны бітіп жатсақ, келесісіне көше беремін. Келесі тестке де көше беремін, жақсы ма? Негізі бірнеше тесттен ақ қойғам, бірақ мынадан бастайын, соңғылар болғандықтан осы маған алып тұр да қазір. Сонымен кеттік ал. Ең біріншіден бастасақ, бұл өте оңай, білесіздер, иә? There are many dictionaries in the library. Так, бұл жолы сіздер сөйлеңіздер. Бұл жолы сіздер сөйлеңіздер. Мен түсіндіретін жерді түсіндіріп отырайын, жақсы ма? Ди варианты. Жақсы, кеттік ал. Бірінші ди варианты, бұл бәріміз белгілі. Екінші, she asked would you like. Мынаған не қойдық? Мгм. Ди. Ди, banana. Окей, жақсы. Would you like a banana? Егер де мына жерде бананас болғанда не болушы еді? ешқан ойбай ұшып қалыпты. Аха. Еш нәрсе болмауы да мүмкін еді, немесе сам қою да болатын еді, иә? Дұрыс па? Would you like some bananas да болушы еді. Так, келесі үшінші. His blah 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 book was published abroad. Яғни оның father-in-law, өгей әкесі деген сияқты ғой, иә? Немесе father-in-law дегеніміз қайнатасы деген де мағына білдіреді. Қайнатасы деген көбірек келеді ғой. Сонда осылай father-in-law деп осы тереңмен келген кезде біз не істейміз? Біз ди вариантын береміз, иә? Яғни ең соңына жібереміз. Ең соңына. Жақсы. Так, кеттік төртіншіге көрейік. Төртіншіні көрейік. Sally sat down. Си ма? Си. Си. Иә. Жақсы. On the chair. Окей, on the chair. Әдемі. Жақсы. Енді бес сәл қызықтау. Енді беске әдемілеп мән берсеңіздер, өтініш. Асықпай мән беріңіздер бесіншіге. Elder. Elder brother. Фи. Oldest brother. Так. Our younger son doesn't want to be a lawyer like his. Енді бүйтейік. Біз салыстырмалы болған кезде не қоюшы едік? Салыстырмалы болған не қоюшы едік? Older. Older қоятын едік, дұрыс па? The- Салыстырмалыда older қоятын едік. Ал мына жерде үлкен ағасы деп тұр. Аха. Мұнда elder көбінесе жасқа байланысты қойылады емес пе, иә? Так. Именно. Сонда Қателеспесем. мына жаққа не қоямыз? Elder қоямыз ғой мына жерге, беске, дұрыс па? Салау мерей, жақсы алғаш көрдік. Енді жібердім мен бүгін ғана. Так, беске байланысты сұрақ бар ма маған? Жоқ. Түсіндіңіздер ғой, иә? Яғни түсінесіздер былай деп. Салыстырмалы болған кезде ғана мен older қоямын да, older, younger деген сияқты нәрсені, иә? Ал мен егер бұны кәдімгі үлкен аға, кіші аға, кіші іні деген кездер келетін болсақ, біз ол кезде elder қоямыз. Так, келесі алтыншы. These people are. Енді осы жерде көптеген оқушылар алтының дұрыс жауабы A деп ойлайды, the Germans деп ойлайды. Жалпы логикаларына қарсы емеспін. Көпшетір болып the Germans деп айтқаны дұрыс, бірақ та бұл қате жауап болады. Ал дұрыс жауап не болады? Алтының Ти ма? Ди. B болады. B болады. Big. The German. Өйткені the German дегеніміз бұл ұлт атауы болып тұр ғой.
біз айтамыз ғой немістер дейміз да біз. Неміс ұлты дегенде the German, the Kazakh, the Russian, the Chinese деп бөледі. Сол көп шетелде жүреді. Сонда сіз түсінесіз да, яғни ұлт атауы жүрсе, онда бізде коллектив noun да ол. The German are деп жүреді да, түсіндіңіз ғой? Ана не сияқты ғой? The police are деген сияқты ше. Естеріңізде ма? Келесі. Мынау cups of coffee are drunk every day globally. Міне, of деп тұрғандықтан біз не істейміз? Of деп тұрғандықтан. Так, жауаптарыңыз. S жауабы болады. Қай жауап болады? Billions. 2 billions cups of coffee болады, дұрыс па? Иә. Егер де мына Иә. жердегі Мен мынау, как-то... аха, Мгм. мына жерде егер Все, жалғастыра бересіз. off болмағанда, просто 2 billion cups болатын еді. Ешқандай эссіз. Түсіндік қой? Еске түсті ма? Иә. Жақсы. Окей. Ары қарай көше беремін. Қоятын сұрақтарыңызды қойып алыңыздар, жақсы ма? Кете береміз біз. Так, 8. Where does blah 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 walk finish? Енді бұл жерге не қоямыз? 20-шы шақырым жолы ма әлде 20 шақырымдық жол бола ма? Так, не дейсіздер? 8-ге. Қарақат, C. 20 kilometers walk finish. Ой. Си варианты ойлайсыз, айымсыз, иә? Ти деп ойлаймын. Так, қараңыздар. Дұрыс жауап негізі D болады. The 20 kilometer walk finish болады. D варианты негізі, иә? Енді сұрақ туындайды, неге B емес деген. Әйтпесе біз irregular, жоқ, не деп айтамыз? Не бар ғой? Рет санесім. Ordinal number. Иә? Реттік санесім болған кезде ғана біз не қоятын едік қой? Артикль the, одан кейін реттік ары қарай қоя беретін едік қой. Мысалы, the first, the second, the hundredth деген сияқты, иә? Бірақ мына жерде мынау walk деген сөз маған кедергі болып тұр. B жауабын белгілеуіме. Егер де walk деген сөз болмағанда, мен B жауап беретін едім. Where does the 20 kilometer finish дейтін едім да. Түсіндіңіздер ма? Walk тұрған себепті мен the 20 kilometer деп аламын. Неге? Өйткені бұл жерде бұның мағынасы 20 километрлік болып тұр ғой. 20 шақырымдық жол. Просто так 20 шақырым емес, 20 шақырымдық, яғни сын есім болып кетіп тұр да бұл. Түсіндіңіз ба? Ал енді 9-ға көшеміз. Қайрат has lived in Астана. Өте оңай. Since. Since. A. Жақсы, бұны бәріңіз білесіздер. Since. Кеттік ал. It's raining. Жаңбыр жауып тұр. Қалай? C. C. Heavily. Okay, good job, guys. And 11. Ayman came from Kazakhstan to visit Jack. Now, оңай ғой? Like it American television. She. Иә, she Ayman болады. came from Kazakhstan to visit Jack. She liked American television. Жақсы. Так, 12. I believe you, but there are who doubt. Сенбейтіндер бар. Сілтеп тұр. Значит. Сонда 12-ге көзқарастарыңыз қандай? Ти бола ма?
Не дейсіз жансая? Ди бола ма? Ди болады, жақсы, әдемі. Мына жерден орыс тіліне салсаңыз спокойно тауып аласыз, иә. Но есть те деген сияқты, те люди деп келеді да, иә, сонда сондай адамдар бар күмәнданатын деп тұрады да сонда. Тем более мына жерде there деп тұрғандықтан да түсінуге болады да, значит these немесе those-тің біреу болатындығын. Ал 13-ке көшейік енді. Келесі. 13. All the restaurants he went to was expensive. A. Is Either of the restaurants he went to yeah. was expensive. I'm Жақсы. Жақсы. Окей. Келесі. The flats are very expensive. Student in the world could possibly afford such a high rent. Түсінікті ғой, иә? Пәтерлер өте қымбат. Бла бла бла. Студент әлемдегі шамамен өзіне мұрша бере алады. Осынша жоғары жалдамалы бағаға дейді. Сонымен, егер Some де student бола ма? егер де біз неге салатын болсақ, грамматика салатын болсақ, сам студент болуы керек, өйткені бұл сөйлем бізде болымды ғой. Бірақ та біз мағынаға қарап не істейміз? Мағынаға қарап. uh Бұны C бұны no студент дейміз. B. no. Кез келген студент өзіне мұрша бере алмайды ғой, жоғары жалдамалы пәтерлерге. Бағасы жоғары. Ешқандай студент болады да сонда, ешқандай студент оған ондайға мұрша бере алмайды өзіне. Так, келесі. Montanelli entered the room where Arthur for him at the supper table. Міне, entered деген сізге не ғой? Hint, подсказка сізге. D. Дұрыс, was waiting. Ой, sorry. Дұрыс, Дұрыс. дұрыс, was waiting, иә. Past simple, мына жақ past continuous. Әдемі, дұрыс. Ешқандай мәселе емес. Так, next, it's been ages. My last meal and I'm very hungry. Мына жерде тұрақ тіркес. Біз айтамыз ғой тамақ ішпегеніме мысалы 10 сағат болды дейсің. Негізі ішпегенің бір 5 сағат болуы мүмкін да, немесе тамақ ішпеген бір 10 жыл тамақ ішпеген сияқты болып тұрмын, қарным ашып тұр деген сияқты. Бір бір біз күшейтіп айтамыз ғой бір нәрселерді. Бұл да солай. Олар ғасырлар деп айтады да. Мен соңғы тамақ ішпегеніме ғасырлар болды, жаман қарным ашып тұр дейді да. Сол кезде 16-ға не қоясыз? істемеймін дейтін біреу сияқты маған. Аха, сонда қайсысы? Бұл жерде дұрыс C жауабымыз ма? C болады. For my last meal. М. It's been ages. Өткен мына жаққа қараңыздар. It has been деп тұр да. Present perfect ше. Сосын сіз тағы білесіз ғой, present perfect болған кезде не істейтін, оның кілт сөздері for, since болатынын білесіз ғой, иә? Бұл да соны дәлелдеп тұр да бір жағынан. 17 өте оңай. At this time next week вообще оңай. Мынау сізге уже C. айтып тұр ғой қандай бір нәрсе болатындығын. Кім айтып қалды жаңа? C бола ма? Жақсы, дұрыс. What will be giving? Әдемі. 18. How many cars in the accidents on this road so far? Қараңыздар. So far деген кімнің кілт сөзі еді, кім есінде? Кім есінде? Ешкім есінде емес па? Осы бір тақырып түсіндірген кезде осы біреу айтылған еді. So far дегеніміз Perfect емес па? дұрыс. So far дегеніміз yet деген сөздің синонимі. Сонда
Present perfect'тікі, яғни немен қоямыз қиналмай? A. Айды қоямыз. Болды, тамаша. Жақсы. 19-да. I'm feeling sick. So much ice cream last night. Өткен түнде көп балмұздақ жемеуім керек еді деп. C бола ма? C болады. Shouldn't have. Жақсы. Shouldn't have eaten. Okay, not bad. Then the 20th question. Кеттік ал. I can't go out now. I'm waiting. Мынау қызық сұрақ. Мен ұлымның келгенін күтіп отырмын дейді. Мен дәл осы сұрақтан бір қате жібергенмін мен бар ғой. Өмір бақи есімде сосын осы сұрақ. Мхм. I can't go out now. I'm waiting. Енді сіздер білесіздер, wait-тен кейін for тұратындығын, дұрыс па? Wait for тұрақ тіркес, иә? Сөйтесіз, A бола ма? B деген есептейсіз. Қайсы? A. Ей, For тамаша. my son For my to son to come. come. Жақсы. Мен осыны бұрында for coming my son деп ойлайтынмын. D вариант деп ойлайтынмын. Бірақ егер грамматикалық бір сауаттылыққа салсаң, негізі D варианты дұрыс келеді. Бірақ біз сөйлемнің структурасын бұзбас үшін A вариантын береміз. 21 кетті, әдемі. It's worth, лайықты. Worth дегеннен кейін не қояды? Инфинитив па әлде ing ма? 21-ден. Мхм. To remember деген бола ма? Жоқ. Worst'тан кейін біз инфинитив қоймаймыз. Worst'тан кейін біз не қоямыз? Ерунди қоямыз. Remembering. Что-то айым естілмей қалды. Айым отыр ма? Так, 22-ні көрейік. Иә, бармын. Барсыз ба? The classroom. Enter деген сөзге байланысты мен сіздерге бір нәрсе үйреткен едім. Естеріңізде болса. Не үйреттім? Яғни enter деген сөзден кейін бұл өзі онсыз да кіру, ену дегенді білдіретін болғандықтан біз бұдан кейін into немесе to дегенді қоймаймыз деп айтқанбыз. Еске түсті ма? Сөйтеміз біз не істейміз дедік? Просто так не істейміз? Өзін таңдаймыз, Entering the classroom. Ұмытып қалмайсыздар ма? Enter. Мынау да атақты сұрақ. Танымал сұрақ. Постоянно осы жыл сайын айналып беріп жатады осы сіздерге. Өйткені бұл ұтының бір сүйікті сұрақтарының бірі да. Әдейі береді да ойсы. Into to мен. Келесі жолы келіп жатса еске түсіресіздер. Ал 23 қызық және оңай. Christmas people give each other presents. Мына жерде не бар бізде? Christmas дегеніміз мерекенің атауы. Дұрыс па? Аха, at Christmas. Жақсы. Мерекенің атауы болғандықтан біз не істейміз? At қойдық. Егер де Christmas Day болған кезде не болатын еді? On қоятын едік. Жақсы. On. Окей. 24-те I'll see you next Friday. Next, last болған жерде не істейтін едік біз? Біз ешқандай preposition қолданбаймыз. Тамаша, молодец. Ештеңе қоймаймыз. Өте жақсы. Ал 25 I saw many places of interest. I was in Washington. Вообще оңай. When I was. Жақсы. When I was. Кеттік ал. 26 My little daughter, her classes at 10 o'clock. Асықпаңыздар. 26 не болады? Бірақ асықпаңыздар. Жансая не ойлайсыз? C бола ма? Мен де C деп ойлаймын. Мен де ойлаймын. Айым, сіз не ойлайсыз? D.
айым ди деп ойлайды. Жансая си деп ойлайсыз, дұрыс па? Yeah. Сания, сіз не ойлайсыз? Енді қараңыздар. Мына жерде goes немесе comes деген етістік болу үшін маған auxiliary verb керек. To деген. Қайда? To her classes. Оның сыныбына, сабағына, иә? Сол себепті мен еді дейді деп не істеймін? Си жауабын бермеймін ба? Бастайды. Менің кіші қызым сабағын сағат 10-да бастайды. Түсіндіңіз ғой, иә? Енді 27, 28, 29 қарайық. Енді 27 деген сұрақ вообще өте оңай. Оны көзді жұмып билеп тастайсыздар. How B. far, how far деп, дұрыс па? Ал одан кейін I was afraid of being late. Мынау да оңай. Яғни кешігуден қорықтым. Ары қарай conjunction кетеді. A. So as A. if were. A. Эй, болады. so I decided to hurry. Сондықтан асығуға шешім қабылдадым. Жақсы. 29-да find the right sentence. Сөйлемдердің сөздердің орын тәртібін табу керексіз ғой, мына жерде болды ғой. Иә, орын тәртібін табу керексіздер. Сонда ask your mother деген жер дұрыс, иә, бәрінде сол. Енді ары қарай керек бізге. When, сосын will be ready lunch, will lunch ready be, will lunch be A. will be. When lunch will be. Болды, ей. When lunch will be ready. Мына жерде мынау бізде хабарлы сөйлем ғой мынау. Хабарлы сөйлем, жай сөйлем, хабарлы сөйлем. Бұл сұраулы сөйлем емес. Сұраулы сөйлем болғанда when will lunch be ready болатын еді. Так, 30-ды 32-нің арасын көрейік енді осы жерде. Ал мына жерде орындарына қойыңыздар. Қайсынан бастаймыз? We didn't have. Мгм. Say. Соны. Қай жауап? Say. B. B. Болды, көзге көрініп тұр. B жауабы. Окей. We didn't have enough food to stay in the Enough cabin. қой. Дұрыс, иә, enough food. Enough боламыз. Мгм. Enough бізде үнемі затесім алдында жүретін білесіз. Так, 31st. Easy life thing. Report switch'кен алдырамыз. Өте оңай. Сонымен 31-де D болады. жауап бізде D болады. Енді сіздер бар емес па? Осындай кезде абайлаңыздар, иә. Мысалға мынандай беріп қалуы мүмкін. She thought that she was ill деп беріп қалуы мүмкін. Сол кезде бір болмайтын бір пронаунның кесірінен минус бір баллға ұшырап кетпеңіздер. Сондықтан асықпай қараңыздар. Осындайға келген кезде именно ұтуға жақсы көреді. Ойнатқанда бар ғой. Хиді ши қылып қойғанда шиді хи қылып қойған жақсы көреді. Осы бір стилі бар әлі оларда. Соған қақпан іліп қалмаңыздар. Ал енді 32-де If I'd listened more careful to his directions, I got lost. Мына жерде білесіздер. Не бұл бізде? Бұл бізде conditional ғой. Дұрыс па? Қайсы conditional жатады бұл? Third condition. Third ма? Аха. Yeah. Окей, third conditional. Ондай болса, қай жауап дұрыс A болады? болады. Wouldn't have. I would not have. Wouldn't have got lost па? Окей, I wouldn't have got lost. Жақсы. Так, молодец, жақсы. Жаман емес. Good job, guys. Енді келесін ашып жіберейін мен бірден.
Al. Болды. Так, көрінді ма? So, first question. Plural form for sheep is. Так, sheep дегеннің көшелер білесіздер ғой. Sheep. Sheep. Жақсы. Sheep. Өзі қалады. Окей. Келесі. Мынау бағана келді. Would you like a banana? Үшке не дейміз? Si. Man's name. Келесі. For, I'd like a sandwich, please. Қайсысы болды? A sandwich. Mrs. This. B. The sandwich ба? A бола ма? A sandwich. I had like this. Ah, yes, I had. A sandwich. Like a sandwich, please. Yeah. Mhm. This real estate is sold at unbelievably. Көрдіңіз ба? Believably деп мына жаққа бізге жайдан жіберіп тұрған жоқ істеуді. Сонда бұл істеу немен ұйқасады? C. The lowest piece. Жоқ. Солай ма әлде? Unbelievably. Так, is this? The lowest price деп білесіз ба, Айым? Пока не уверена. D варианты. Unbelievably much low дейсіз ба? Жоқ, уже unbelievably уже сапа беріп тастады ғой. Unbelievably уже intensifier рөлін алып қойды да уже ол. Сондықтан бағана бірінші жауабыңыз дұрыс. The lowest price. Өйткені мына жерде мынау unbelievably деген күшейіп тұр да. Адам теңдессіз деп бар ғой. Ал егер де біз lower'ды қоятын болсақ, ол кезде міндетті түрде бізде мәтінде бір салыстырмалы шайға бір былай бағыт беріп тұрған бір нәрсе болу керек еді да. Біз бұл жерде ондай нәрсе көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан unbelievable lowest price болып қала береді. Так. Келесіні көрейік. 6. In him overweighs the bad. Бұл былай айтқанда мынандай ғой, оның жақсылығы жамандығын жеңіп кетеді деп тұр да, былай айтқанда. Бұны табу қиын емес, таба алмайтсаңыздар, сөйлемге қарайсыздар да. Сөйлем не тұр міне? Сөйлемде the bad деген тұр ғой. Иә? Ондай болса, дұрыс жауабы не болады? Не болады? A. A болады. A. Жақсы, the good болып кетеді өзі. Кейде осындай бір сұрақтар келеді өзі. Сұрақтың ішінде дайын тұрады жауаптары. Просто бүйтіп анализ жасап қарай саласыз. 7-де there were, оны оп оңай ғой. Shitspice people in the square. D. Әнді қоямыз ба 100-бен бірлік Oh, таңып? yeah. C. Ой. Жүзден ондықтың арасында қоямыз. Си, иә? This Және is 100 пен understand 10-дықтың different. арасына әнді қоймаймыз, иә? Келесі 8. Aluminium is about 3.5 times lighter than copper. Яғни не болып тұр? 3,5. B. Ди ма? Ди ғой. Yeah. 3.5. Жақсы. Сосын келесі 9.
Мгм. C бола ма? Так. Fine, fine. Adverb finally ма? Онды табайықшы, онды. Мгм. Он. B бола ма? I mean, never go shopping on Sunday. Жақсы. Кеттік ал 11-де. She didn't want him to pay for her. She wanted to pay for... Бұл да өте оңай. Иә. Аха. Сонда she wanted to pay for herself, па? Бұл өзіне төлегісі келді. Так, келесі. D. Сонымен, have you eaten both those pieces? Жақсы. Молодец. Ал келесі 13 пен 14-ті көрейік. I have blah 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 to tell you D. D. Something. something. Жақсы. Something to tell you. Келесі 14. B. Nobody. B. Nobody бола ма? Nobody can speak all the languages in the world. Жақсы. Дұрыс. Жақсы. Кеттік ал 15-ке. Looking out of the window, we saw that a large number of policemen standing around the building. Мгм. Иә, табу қиын емес тым да. D бола ма? Не дейсіз ба? A ма? Ей ғой. Ей ғой. Себебі мына жерде міне қараңыздар. We saw деп тұр ғой, past simple. Сонда жақ не болады? Past continuous болады. 16-да Harry very hard this term. Әдемі айтыптар. This. Studied. Аха. He, This. Harry hasn't studied Тамаша. A. Мгм. Тамаша. Не, this бізде білесіздер. Present perfect кілт сөзі постоянно, дұрыс па? Енді look at those black clouds. It. Оңай ғой. It's going to rain. It's going to rain болды, иә. It's going to rain, әдемі. 18-де Paul and Karen from them while they were on holiday. Не істеді олар? B. Би дейсіз ба? Жоқ. Бәрі би деп ойлайды, бірақ би емес мынау. C бола ма? Сонда си болады. Had all their money stolen. Яғни олардың барлық ақшасы ұрланды. Сондықтан бұл жерде абайлап қараңыздар. Әдейі осылай берген сіздерге шатастыру үшін. Так, 19. You seldom go out, you take walks more often дейді. Сен сирек сыртқа шығасың, көбірек жаяу жүр дей ма? A. Should. Иә, A. конечно, иә. Кеңес береміз. 20. I enjoyed applying for jobs, but I didn't dare that I would get one. Міне, didn't dare дегеннен кейін не тұрады?
герундий ма, инфинитив па не тұрады екен? Мгм. 음, Say бола ма? Didn't dare to hope. Окей? Dare деген to тұрады, ұмытып қалмаңыздар, жақсы ма? Insisттен кейін не қоямыз? Қандай preposition тұрады insisттен кейін? A? Дұрыс. On. Әдемі. Insist on деген қазақшасы қандай болады? Мәжбүрлеу деп аталады. Мәжбүрлеу. 22. The goods arrived in good condition. Мына жерде тағы өтірік қойыпты. Өтірік қате кеткен ау деймін. Яғни мына жерде оралған тауарлар жақсы жағдайда келді деп тұр ғой. Сонда ана жерге бізге не керек? Participle керек қой мына жерге бізге. Participle керек. Ондай болса дұрыс жауабы не болады екен? 22-нің C болады дұрыс жауап сөйлейді. B? C болады сөйлейді. А, Мынау өтірік қате кеткен өтірді, қате берген. Өйткені қандай тауарлар, оралған тауарлар не істеді? Келді. Қалай келді? Жақсы жағдаймен келді. Жақсы? Participle to болып тұр ғой. Verb 3 немесе verb ed. Кеттік, 23 оңай. She arrived at Victoria Station at half an hour later. Не At қоямыз? at? At қоямыз, жақсы. Because I prefer traveling by train. Ал не дейсіздер маған? Мгм. On? Sigma? Жоқ, жоқ. Тағы ойлаңыз. D? To болды дұрыс. Яғни мен неге қарағанда, пойызбен саяхаттан қарағанда, көлік айдағанды дұрыс көремін, көлік жүргенді дұрыс көремін. To traveling. Ана жерде to деген қарағанда деген салыстырмалы болып кетеді. Ал кеттік. I was hungry, didn't eat on the plane, the food didn't look appetizing. Мен аш болдым. D? D бола ма? Бірақ мен ештеңе жеген жоқпын, аш болсам да, иә. Мгм. I was hungry, but I didn't eat on the plane. Жақсы, 26. They live on a busy road. Must be a lot of noise from the traffic. Оп-оңай ғой. C. C, жақсы. It must be. Өйткені роудқа байланысты болып кетті бұл жер. Так, 27-28. She'll stay with us as long as her family can do without her. How long? Әдемі сұрақ. Қайсы болады? D. D. Тамаша. D? D. Мгм. Өйткені мына жерде байқап тұрсаңыздар, will деп тұр ғой міне. 28-де. Mike plays volleyball well, but not as well as Mike дейді. Мхм. B? Oh, B ма әлде C ма? м, C? C. Ол мына жерде көрдіңіз ба? Әдейі берген. Мынаны бүйтіп нүктелі түрде бар ғой мынаны. Әдейі берген мынаны, жадыра бермеген мынаны. Сол себепті бағанағы бірінші айтқан айның жауабы дұрыс болады. B жауабы дұрыс болады сол кезде. His brother also plays football. Егер мына нүктелі түр болмағанда,
ауызша жалғастыруға болатын еді. Анау кейбір көрдіңіз ба, әдейі береді кейде бар ғой осындай нені, пунктуацияны не істейді екен деп. Бір соны бір нүктелермен біз кетіп бір балым жоғалтып аламыз да. Осыған да абай болыңыздар тест барысында. Жақсы. Ал 29 мен 18 арасын көріп салайық. If you press this button, the engine. Это conditional ғой, шаш тесттер ғой. Не болады? The engine stops. Жақсы. Келесі. Stops. Stops. This child for his class. 30-да енді the child'дан кейін біз is'ді тұратынын білеміз. Сөйтеміз де бізде A мен D фаворит болады да, біз B мен C'ді көзімізге келмейміз. Иә? Сөйтіп, дұрыс жауап ретінде кімді қалдырамыз? D. D'ді қалдырамыз, дұрыс. Өйткені сіздер білесіздер, яғни бізде не дейміз біз? Так. Adverbial frequencies. So, is, are-дан кейін қойылатын. Білесіздер, always, usually, seldom деген сияқты. 31. Change into report speech. Where's the airport? Сонда? He asked me where the airport. Аха. D. D, жақсы. He asked me where the airport was. Is'ді wasға айналдырдым. Сұраулы сөйлемді мына жаққа кәдімгі болым сөйлем қылып енгіздім. Жақсы. 32-де өте оңай. Не болады екен бұл? We have never heard of it. Болады екен. Жақсы. Так, былай жасайық. Мынаны уже мен ести салайын.